Жай екінші оборот. Ешқандай химиялық тыңайтқыштарсыз өсіп отыр. Аллаға шүкір. Бұл айналысып отқанымызға айтып отырмын. 1,5 жылдай болды. Былтырғы маусымда осылай шығарып нәтижесін көрген болатынбыз биогумустың. Қазір мынандай жемістер салып бастады. Аллаға шүкір. Жеміс салуға, өсуге, сабақтардың жуандығы бәрі тамаша. Гүлдеп, жеміске кіріп жатқан кезі. Қорегі тек қана биогумус түбінде салынған болатын. Еккен кезде әр лункаға 250-300 грамм топырақпен араластырып салғанбыз. Биогумустың әсері бір жерден 5-6 түйін салып отырмын. Мына көрсеңіздер. Бұл сорты Саката, жапон сорты К90. Жақсы жайқалып өсіп тұр, мұрттары өсуде, жануарлары жақсы. Осындай өнім шығады. Дәмі керемет.